Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Көркем еңбек пәнінен онлайн оқытушы Жұмағалиева Бақтыгүл Зейінқызы. Оқушылар, мына ребусты шешкенде бүгінгі өтетін сабағымызға қатысты сөз шығады. Иә, жауабы су. Сабақтың тақырыбы адам тіршілігіндегі судың маңызы, ұлттық ою-өрнектердегі су белгісі. Бейнеролик тамашалайық. Су тіршілік көзі деп бекер айтылмаған. Себебі алғашқы тіршілік судан басталады. Су барлық тірі ағзаның құрамында кездеседі. Адам денесінің 65%-ын су құрайды. Су тек қана ішу үшін емес, әртүрлі тұрмыстық заттарды тазалауға қажет. Суда қайық немесе кеме арқылы серуендеуге, кемемен жүк тасымалдауға болады. Жағалауында шомылуға, зауыт-фабрикалардың жұмыс істеу үшін де өте қажет. Оқушылар, дүниетану сабағынан су туралы білгеніңді есіңе түсіріп, сұрақтарға жауап беріңдер. Судың адам өміріндегі маңызы қандай? Иә, жауабы судың адам өміріндегі маңызы зор. Сумен шомыламыз, үйді тазалап, кір жуамыз. Сусыз тамақ пісіре алмаймыз. Адам күніне 1,5-2 литрдей су ішу керек. Сұрақ: өздерің білетін су айдындарын атаңдар. Иә, жауабы мұхит, теңіз, өзен, көл. Елімізде қандай өзендер бар? Иә, жауабы Жайық өзені және Сырдария, Ертіс, Есіл, Тобыл, Іле, Шу өзендері бар. Судың қандай күйлері бар? Жауабы су сұйық, қатты және бу тәрізді болады. Қане балалар, сергіп алайық. Судың адам тіршілігі үшін маңызы зор болғандықтан, ежелгі Грекия өнерінде судың символдық бейнесі пайда болған. Сәулет өнерінде киім-кешек, ыдыс-аяқтарда өзен аттас меандр деп аталатын өрнек кеңінен қолданыла бастады. Суретте көріп тұрғанымыздай, жоғарыдан қарағанда өзеннің иірімі өте үлкен көрінеді. Аталған өрнек негізінде басқа өрнектер пайда болды. Оны әр халықтың қолөнерінен көре аласың. Толқын тәрізді өрнекті ұлттық ою-өрнектерден де кездестіруге болады. Ол бітпес деп аталады. Бұл өрнек түрімен кілем, текемет, сырмақ, киім және ыдыстарды әшекейлейді. Оқушылар, бүгінгі сабақтан су туралы біраз мағлұмат алып, ою-өрнек жайында қызықты жайттармен таныс болдыңдар. Үйден қалаған ою-өрнек түріне сурет салыңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.